Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді клубника в шоколаде дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен клубникаларымызды жақсылап жуып, осылай салфетканың көмегімен жақсылап кептіріп аламыз. Клубникаларымызды жақсылап кептіруіміз қажет, ешбір жерінде су қалмау керек. Ал енді шоколадымызды ертумен бастаймыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осы 10-15 штук клубникаға бір Қазақстан шоколадын пайдаланамыз. Негізі басқа кондитерлік дүкендерде арнайы осы клубника в шоколаде жасайтын шоколадтар сатылады. Солармен істесеңіздер де өте әдемі және жылтырап шығатын болады. Мінекей енді оны судың буында, яғни ыстық суда ертіп аламыз. Және аздап сұйық майымызды қосамыз. Неке бізде дайын. Ал енді клубникаларымызды әдемі етіп барлық жеріне бірдей айналдырып шығамыз. Клубникамызды батырып болған соң, осылай кішкене ғана сілкіп жіберсеңіздер, артық шоколадтары түсетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Дайын болған клубникаларды тоңазытқышқа 5-10 минутқа қоятын боламыз. Ал енді үстіне сәндеуге ақ шоколадты пайдаландым. Оны осындай арнайы кондитерлік мешокқа салып ертіп алатын боламын. Ал енді клубникаларымызға әдемі етіп сызып шығатын боламыз. Ал басқа үстіне жаңғақ немесе фисташка ұнын пайдалансаңыздар да өте әдемі болып шығатын болады. Тағы да тоңазытқышқа салатын боламыз 5-10 минутқа. Неке біздің клубникаларымыз дайын, өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.